Ассалаумағалейкумдер, армысыздар. Біздер Жаңаөзен Ақтау трассадамыз. Жобамен қазір 80 километр шығып кеттік. Осына неден Жетібайдан өттік. Жетібайдан өттік. 80 километрден өттік деп, примерно 80 километр тастап кеттік артқа қарай. Не дейді? Қыз мұраты кету, жол мұраты жету деп, арасында немізде қосып қояқ, ДНС Алатөбе дейді. Мына жерде 10-ға қарай стрелка көрсетілген екен, былай қарай шығып кетеді. Не жолда назар аударыңыз дейді, терең ойыс Қарақия дейді. Мынада 150 метр тереңдікте ма, сондай болу керек. Қазақстан бойынша, бүкіл әлем бойынша тереңдік Қарақия. Қарақия ұңғымасы ма әлде шұңқыр не дейді жаңағы, тілімде келмей жатыр, ойым жетпей қалып жатыр. Білсеңіздер комментарийға жазып отырарсыздар. Құрметті жолаушылар, осындай жол үстінде жүрген кезде әрқашанда жолдарыңыз болсын деп тілек тілеп отырамыз. Тағы не айтамыз енді, міне Қарақиядан түсіп келе жатыр. Қарақия мынандай басы мынадан басталады, міне мынандай бұрынғы теңіздің табанының орны ғой бұл жер. Көрдіңіздер ма? Мына биік, сол биіктен төмен қарай ылдилап түсіп келе жатырмыз. 150 метр тереңдікте ма, сондай осы бүткіл әлемдік география бойынша Қарақия осы. Қарақия ойпаты дейді ғой, осы жер ойпатты жер. Негізі айтады ғой, Маңғыстау жылы жер. Негізі теңіздің айналасы болғаннан кейін жылы, енді өткен жан жағының бәрі ық болады дегендей. Мәңгі қыстау деп айтады ғой енді. Жолда мынандай Барыстың монумент екен ғой. Так, не айтамыз енді? Бір арасында ютубқа видео салып қояйын деп, бір блог жүргізіп атқаным ғой өзімше. Төмен қарай түсіп жатырмыз спускпен. Бұл жерде түсіп атқан кезде негізі құлағың көтеріп қалады, тырс етіп. Андай қысым ба, сондай бірдеңе бар ау деймін енді, оны мен нақты айта алмай тұрмын. Геофизиктер айтады ғой, не дейді, физика, сондай неге жақын адамдар бар ғой, солар жақсы біледі негізі. Құлақ бітеліп қалады төмен қарай түскен кезде, тырс етіп. Мынау 4 полосалы жол. Мынау оң жағымен асықпағандар жүреді, мына жолмен. Енді жүйт күтіп отыратындар алгонын жасап шығып жүре береді. Төменге ылдилап келе жатыр әлі. Мына жерде бұлақ болу керек. Прохлада көзі дейді, источник прохлада. Мына жерде бұлақтың көзі болу керек. Міне осы әнеу жерлер көгеріп жатады. Енді көзбен көргендей болмайды. Осы бұлақ, осы жерде бұлақ бар, су шығады ау деймін. Сол. Қазір бәрі жақсы болып келе жатыр ғой, өйткені мына жол бұрын мынандай бір жол қарама-қарсы жол еді. Қазір 4 полосалы жолда. 4 полосалы жол енді тіпті жақсы болды. Өйткені кең жүргізуші кісілер енді жақсы біледі, осы жолда жүріп жүрген жүргізуші кісілер. Төрт полосалы жол, шетелдегі сияқты ғой енді. Қазақстанда мен осы Жаңаөзен Ақтаудың екі ортасында көріп тұрмын. Басқа осы Астана жақтарда бар ау деймін осындай 4 полосалы жолдар. Астана, Алматы жақта не дейді, қала аралық трасса дейді ғой. Сол жерлерде бар ау деймін осындай. Мынау Жаңаөзен мен Ақтаудың екі ортасында салынған жол. 4 полосалы. Қазақша қалай айтатын еді?
төрт жолақты жол дейді ғой, қазақша. Қазір бәрі қазақшаға өтіп жатыр ғой. Қазақ тілінде сөйле деп. Қазақ тілінде жауап бер деп. Бәрі қазақша аударылып келе жатыр. Бірақ енді айтады ғана, өз тіліңді құрметте, өзге тілдің бәрін біл деп. Басқасының бәрін білсең де зиян тимейді, өзіңе қажет болады. Бір ұстап жүрген инструмент құралың сияқты болады ғой. Мына жер 116 метр теңіз деңгейінен төмен екен. Ниже уровень. Теңіз деңгейінен 116 метр терең екен. Мына жолда мынандай қойып қойған міне. Бұны неге қойып қойды дейсіңіздер? Енді мына жол жүргізуші кісілердің назарына қойып қойған. Мынарда Ашығар өзені дейді. Ашығар өзені. Неге қойып қойды дейсіңіздер? Жаңағы жүргізушілердің назарына қойып қойған. Жолда қауіпсіздік сақтаңыздар, жылдамдықты күшейтпеңіздер деген сияқты. Сондай дүниялар, нәрселер, заттардың бәрін қолдан келгенше қойып жатыр ғой. Ақтауға 46 километр қалды. Дұрыс екен, жаңа жобамен 80 километр артта тастап өтіп кеткенбіз. 46 километр қалса, сонда мына 20 километр мына жерге дейін жүріп келіп тұрса, Ақтау 140 қой енді, бұлай айтқанда. Дұрыс, жүргізуші кісі де негіз дұрыс айтып жатыр. 80 километрде өтіп кеттік, Жаңаөзеннен шығып кеттік деп. Енді айта берсең сөз көп ол. Сөйлей берсең сөз жүйелене береді. Негізі осындай видеолар түсіріп YouTube контенттер жүргізу ойымда бар. Бірақ енді басқа да шаруалар бар, ешқайда қол тимей қалады. Видео монтаждау керек болады. Одан кейін оны монтаждап салу керек болады. Тым қол тимей қалады негізі. Кейде түсірілген видеолар көп негізі. YouTube'қа негізі бір контент дейді ғой, контент көрсетілім. Осындай видеоларды, нелерді бәрін контент деп атайды. Соның бәрін жақсылап салып отырсаңыз, адамдар көп қарайды ғой негізі YouTube'ды. YouTube неге жақсы нәрсе. Қазір кез келген адам ізденсе, YouTube арқылы да бірталай шаруаны бітіруге болады. Сол, блогымызды бірталай жүргіздік. Видеоны тоқтатамын. Астыға комментарий жазып отырыңыздар, тағы осындай видеолар салып отырыңыз. Осындайлар көргіміз келеді десеңіздер, мынарада Ашығар 2 деген бар екен, табличкамен. Бұлай шығып кетеді. Осындай видеолар салып отырыңыз, комментарий жазыңыздар. Менің атым Мереке. Менімен бірге болғандарыңыз үшін мың алғыс сіздерге. Алдағы уақытта қандай видеолар көргіңіз келеді, сол жөнінде де жаза отырыңыздар. Сосын подписацияны басып қойыңыздар төмендегі. Өйткені подписацияны басып қойсаңыздар, алдағы шыққан видеоларды қарап отырасыздар міндетті түрде. Еш қиындықсыз. Сосын пікірлеріңізді жаза кетіңіздер астыға. Қандай видеолар салайын, не жөнінде салайын. Өйткені сіздер комментарий жазып, подписацияны басып отырсаңыздар, мен сіздер арқылы шабыт алып отырамын да, әрі қарай жұмыс жасауға, күнде видео түсіруге, жұмыс жасауға маған сіздер шабыт беріп отырасыздар. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Амандықта, есендікте болыңыздар.